Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен қазақ елі арнасы. Қазіргі таңдағы сізді мазалайтын сұрақ: неге біз КСРО-дан соңғы ел болып шықтық? Неге қырғыз, өзбек, грузин сияқты 1991 жылы жаз айларында КСРО-дан бөлініп тәуелсіздік алмадық? Міне осы сұрақтар көбімізді мазалайды. Тіпті елбасымызды КСРО-ның құламауын қалады деп те айтады. Бірақ та олай емес еді. Оны білу үшін видеоны толық көріп кетіңіздер. Бірінші негіз: егер біз жаз айларында басқалар сияқты бөлініп шықсақ, онда мысалы Грузия тез арада бөлініп кетті. Бірақ Ресей мен шектесетін аумағында түгел орыстар тұратындықтан біз СССР-ден бөлінбейміз деген көтерілістер орын алды. Сол сияқты бізде де көтерілістер орын алуы мүмкін еді. Екінші негіз: ол кезде ерте бөлініп шықсақ, жерімізді мұнай өндіру орындары, кен зауыттары тікелей Ресейге, яғни Мәскеуге бағынышты болатын. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тамыз айынан бастап алдымен Байқоңырды қазаққа тиесілі етіп, одан кен орындарды және де зауыттарды Мәскеу билігі құзырынан шығарды. Міне осылайша 10 желтоқсанда Қазақ Социалистік Республикасы Қазақстан Республикасы деп өзгертіліп, 16 желтоқсанда тәуелсіздікке қол жеткіздік. Егер осы видео 10 лайк жинаса, келесі жолы 1985 жылдан кейінгі Совет одағы жайлы түсіретін боламыз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға жазылып кетіңіздер.